Тәкен долда бастаған буыршын жәдіктері, Қылышбай шақпақ бастаған қаба жәдіктері оның еті қашқан жіңішке саусақтарын көздеріне сүрте бастады. Тәпті кейбіреуінің кірпіктері жасқа шыланды. Ел етекке әлі түсе қойған жоқ. Мұнан кейінгі жол ат шалдыруға жайлы болғанымен, аужал қылуға тиімсіз деп, көпті көрген жасамыстар Сабылдық Тәуке байлардың қанжығасына 2-ден, Салыбай Тұяқбайлардың қанжығасына 4-тен торсық байлатты. Айтарын 3 күннің алдында ғана айтып болған Өміртай бұл жолы қоштан басқаға тоқталмақ емес еді. Бірақ аяғын үзеңгіге салмас бұрын айналасындағы адамдарға, алыстағы адырларға салмақпен бір қарап шықты. Ойынан не түсе қалғанын кім білсін, өңінен арғы сарайында әйтеу бір алаңдаудың барлығы байқалады. Мүмкін ол, кіндік қаны тамған жердің енді бір сәттен кейін көзінен ғайып болатынын ойлаған шығар. Шынында оның көз алдына алдымен апасы Қанымай, көп айта беретін киелі бір аңыздың суреті келіп еді. Арғатасы Құлыбек ертең Шыбарағаштың жонынан Қалтон бойына түсеміз деп отырған күні кеште. Япырай бәйбіше, аяқ астынан балық етіне аңсармауға қалғанын қарашы, депті. Сонда ақылды бәйбішесі: Шыбарағаштың жонында балықтың несі бар? Қалтонға қонғаннан кейін серешілерді шұңқырға түсірерсіз, депті. Сөз осымен тынып, балық жайындағы жеңсік те басылып қала беріпті. Ертеңінде Қалтон суынан көшпен бірге өтіп келе жатқан Құлыбекке суында қызыл тұрғой шабақ болмайтын, Қалтонның ат тізесінен келетін таяз ағынынан кісідей қызыл балық қолға тұрыпты. Әсілі Қалтон суының шұңқырға құятын қысаңы жалама жартас болып, шынында балық өрлей алмайтын еді. Атасы аңсағанда барлығы даяр бола қалатын сол қасиетті Қалтонға неге қайырылып қарамасқа? Ана құшағынан шығып, ат жалын тартқан мүшелі, онан кейін азамат жасына аунаған қызықты шағы, өткен ата мекені, сөйткен Үштас, сөйткен Қалтон, анау байғара сазы, мынау баян жүрек, баян төстердің бұлдырап көз ұшында қалып бара жатқаны, қарттың буынын біраз босатқан еді. Дәл қазір бәрінен бұрын батып бара жатқан ол демес. 85 мүшелдің қаупы да емес. 85 жыл баққан елінің қиюы қашқан бұлаң дүниенің тептеріне телім болар қаупы еді. Бір тәуірі Өміртай ойын тез жинады. Қасындағылар көтеріп атқа салды да, басын иіп салбыраған бойы қала берді. Көкжорғат оңтүстіктегі күнді бетке алып, жай ғана тайпала жылжыды. Енді емініп келе жатқан әзге Өміртай оңаша тиетін шығар. Бірақ ебін таппаса, Өміртайдың емірене қоюы екі талай. Оның үстіне екі жастың біріндегі қарттың райына бақпай болмайды. Ең жақсысы әңгімені өзі бастаса, осындай орайды күткен әз Өміртайдың қатарында тіс жармай келе жатты. Тұяқбай мен Салыбай арқан бойы алда, өзге серіктері арқан бойы артта. Сол жақтағы баян жүректің кезеңіне қарап келе жатқан Өміртай оқыс мырс етті. Әздің аңдып келе жатқанда осындай қимыл болатын. Тақсыр күлгенді сұрағанның айыбы жоқ шығар. Балам, алтынға бергісіз айызғанатын күлкі барда, ашуға бергісіз әжуа бар. Қайсысын сұрайсың? Құдай берейін дегенде орын талғамайды екен. Енді әздің аянар несі қалды? Тақсыр қисаңыз екеуінде сұрар едім.
Әй балам, айтушы ақ көңіл болса, алдымен Құдайдан тыңдаушының қалтасының түбі тесік болмауын тілейді. Өміртайды сөйлете білгеніне разы болған әз. Оныңыз рас, шүберекте сенім жоқ қой тақсыр. Күндердің бірінде тозығы жеткен көк мата қақырап жүреме. Онда ет жүрегімді ақ тосайын, деп аңқ ете түсті. Айтқаның рас болса, құлағың ашық болсын, деген қарт әңгімесін асықпай бастады. Бұрынғылар кісі болар кісіні іздейтін адам болар деген ұлды ойыннан аңдысын дейді екен. Бейсенбі бала кезінде екі қазыққа екі бөрік кигізіп қойып, даугерлердің сөзін қағып ойнайды екен. Сүйсек, дұрыс төрелік айтар ақылмен тіл жақты Құдай соның маңдайына жазыпты ғой. Бала кезіңде сенің де ылғи балшықтан үй жасап, бұзауға соқа шегіп жататыныңды көруші едім. Сонда балшықтан мұрат, еңбектен еңсе дейтін ұлағатты сөзді Құдай осы баланың маңдайына жазып тұрма деп талай таң қалған деп. Бір тоқтағанда, ойпырмай мына қария қаясау жамбасына алғалы келе жатыр екен деп, әздің жүрегі зырқ ете түсті. Ауыз жиғанша болмады, бекер қобалжығанын байқады. Арыдан тартып қозғайтын қарт, айтатынына әлі жеткен жоқ екен. 3 күннің алдындағы сөзді қайта бастады. Әнеу күні мына айыр кезеңнің үстінде ел екіге жарылып, қамшымен шоқпарға жүгініп тұрғанда, сен жүрек жұтқандық бір сөз айтыпсың. Шаппай бәйгемді бер деп тұрған Сәлімбайға, Қабыкеннің торысының тұяқ дүбірімен жаннаттан айғайдың алқыны құлақтың түбінен әлі кете қоятын болған жоқ сияқты еді. Кезбелі несібеде, келіншектің баласын кезек сүйерге көзіңіз жетсе, атыңызды қосыңыз депсің. Шаппай бәйге сұраған және шаппай бәйге алған қазақ әлі болған емес. Бұл да сенің сөзің. Жетесіне жетер сөзді тапқаныңмен айтар орын таппағансың. Шыққалы тұрған көзді шұқып, Сәлімбақының отына май құйып нең бар еді? Осы сөзді кәкем мен қылыштың бір айтса, айлымды да жимас едім. Өкбай туға татитыныңды біліп, саған әдейі айтып келемін. Өміртайдың даусында бір қатқылдық пайда болып барып, қайта жұмсады. Басым мұнар шалғанның бәрі асқар емес. Әз тегінде шығатын төбеңді таңдап шық. Әз терлеп кетті. Ойпырай тақсырай, қамшыңыздың өрімі неткен қырледі? Балам, жалғанды жалпағынан басқан Шыңғыстың үлкен міні, ұлдарын жылата білмегендігінде. Сондықтан да оның мен деген ұрпағы әлі қарадан асалмай келеді. Әз байқаусызда астапыралла деп қалды. Неге жағаң ұстайсың? Тәбетімнің тартқаны шығар тақсыр. Ақылдының ақылдылығы жанның жазаға ұшырағандығын білгендігінде. Естігін келген кісіні алдымен осылай раз ет. Міне, күлгеннің мәсін сұрайтын жерге енді жеттің. Әзде үн жоқ, тек басшыл ойды. Қарт ойынан жаңылар емес. Алдым болжай алмаған азамат, өз басының әлсіздігін елі барымтаға түскенде бірақ біледі. Жігіттің жігіті құбылмалы заманнан қулығын асырсын. Сонда алдағы күндердің бізге арнаған сыйы жөнінде не айтар едіңіз? Өміртайдың ұтатын жеріне келгенде
кушкештене күлетін әдеті бар еді. Асықпа, айырылатын жерге әлі жеткеміз жоқ қой деп күлді. Әз өзінің сұрақты асығыс бергеніне опынып қалды. Өміртай ат басын оқыс іріккенде, алды-артындағылар қасына келді. Тоқбайдың бәйбішесі Біргежан қажының мұрасы болсын деп ұсынған аю терісін Салыбай қанжығадан шешіп, көпіріп тұрған көк шөптің үстіне жайды. Өміртай соның үстінде қисайып жатып, аспан еркесі жыл құстарының қайтып бара жатқан тізбектерін көрді. Үшкүлше қиық жасап, бірінен кейін бірі кетіп бара жатқан қалың тізбектердің толқынын, Алтайға жайылған жаз шымылдығын алыс бір уалаятқа жинап бара жатқандай сезіледі. Әнеу күні ғана Үштасқа қарай көшкен ел тапталып кеткен жүдеу жұрттан, содан бергі бір-екі айдың ішінде қайта төлежіп жасыл желегін жамылып алыпты. Ел сағынып жатқан ем мекен Өміртайдың келгеніне қуанып қалғандай бар шаттығын аямай алдына жайды. Суы тұнық, құрағы қою, саялы ағаш жұпар иіс, тұншыққан ойды сергітіп барады. Ашық күннің талма түсті тіке түскен нұры жанды жадыратып жіберді. Қоңыр күздің салқын самалы, Өміртайдың шықшытқа шапшымай, сырғалықтан сәл төмен басталып, иек астына қарай үшкүлшене келген, ұзын да келтед емес, келісімді күмістей сұйық сақалын әдеппен сипап, түймеленбеген жағаның ар жағындағы ашық кеудені ақырын аймалайды. Өміртай ендігі сөзді сырлы тостағанның шетін тістей отырып бастады. Ұзақ құмыр ат басындай кітаптың сарғайған беттерін ұқсайды. Қайсы бетін ашсаң, сол бетінен қызықты бір хикая табылады. Өміртайдың есіне бұдан 50 жыл бұрын тақ осы жұртта айсыз қараңғы түнде ұстаз алдына жүгініп тыңдаған бір сабағы есіне түсті. Жасы егделеген адамдардың бірсыпырасақ, көп сөйлеуді жаны сүйетінін білуші еді әз. Ал мына кісі мәйегі жоқ сылдыр сөзді, бет алды сапыра беруді ұнатпайды екен. Әз 8 жанаттың тілекесінен, тілекенің жараспайынан, аталары кіндікті де дәулетті ауылдар. Әздің өзі Кәдімбайдан жалғыз. Ол бала кезінде белгілі бір орайдан пайдаланып, орысша училищеден 1-2 жыл оқып қалған жері бар. Оның үстіне отбасында омалып отыра беретіндердің қатарынан озып шығып, егіннің ебін, сауданың тегін іздеген кәсіп құмар жастың бірі болды. Осындай батыл да дара өрісіне таланты сай, жақсылардың жанын көп жағалағыш, ізденгіште қағылез жан болып өсті. Әз Өміртайға бір жәдіктің баласы болып келетін туыстық жақтан ғана емес, қиыстық жақтан да жақыншылығы бар еді. Ол Өміртайдың Қылыш деген баласымен Бажа. Екеуінің де алғаны Найман, Найман ішінде Жылқайдар нәсілінен Бейлібай дейтін адамның қыздары болатын. Осындай жақыншылығы оның үстіне жақсымен жанасқыш мінезі бола тұрса да, Өміртайдың тереңдігін дәл қазіргідей таныған емес еді. Өйткені, әз жастау кезінде өзінің туған елінде байыздай алмаған бір жай бар. Қаңқу сөзі көп қазақтың бір атадан жалғызды қашан, қанат құйрығының шалғысы жетіліп болғанша, жалғыз сырата жүретін бір ұнамсыз әдеті бар. Бір әкеден жалғыз туған әздің ат жалын енді тарта бастаған шағында, ағайынның өкпе назына шыдай алмай, буыршыннан көңілі қалып, сауыр жаққа барып, біраз тұрақтап қалған.
туған елден шетте жүріп өскен ұлдың жетелісі, сонда да ел қамын емініп жүріп ұғып алады. Әз дектері отбасында отырса да, су сіңбейтін қара тастай өз бойына ештеңе дарыта алмайды. Ізденгіш әз елге қайтып оралғаннан кейін борышынды бір кісідей ақ біліп алған. Солай болса да, Өміртай сияқты ішті адамға үңілуі жетерсіз екенін міне енді аңғарып келеді. Өміртайдың 3-4 күннен бергі кеңесін әз құмарлана тыңдады. Тыңдаған сайын осы қарттың жасы асса да ұстаздық қажыры кеммеген қасиетін, оның алдында өзінің шәкірттей мүлгіп құлап түскен сезімінен аңғарды. Сүйек тарату деп бастады ендігі сөзін Өміртай. Алыстықты емес жақындықты, араздықты емес татулықты бейнелейді. Өзінің кім екенін білмеген жігіттің өзгенің данышпандығында несі бар? Болғысы келген азамат аттан жығылып ер жетсе, адамдықтың қасиетін де бағалай біледі. Өміртай алыстан орағытқан аталы сөздің дәлелін өз өмірінің шындығынан іздеуге шебер екен. 4 жәдіктің үлкені итемген жеңге алған қатыннан туған екен, деді тағы бір тыныстан кейін. Екіншісі сарық қызынан туған Мәлік, үшінші ноғай қызынан туған Жәнәт, төртінші қалмақ қызынан туған Мұңал. Мәліктің үлкені Азат, Азаттың кідігінен Байғара, Жаңғара, Құланбай ұрпақтары өрбіпті. Ортаншысы Жаңғара қайтыс болғанда, артында бала қалмапты. Сонсоң оның жесір қалған әйелін кенжесі Құланбайға қаратыпты. Осы әйелден туған Құланбайдың баласына атасы Азат ұлымның түтінін өшірмеймін деп, қайтадан Жаңғара деп ат қойыпты. Кейін бұл кәдімгі Жаңғара ұрпағы болып өсе беріпті. Шынын қуғанда Құланбайдың өзге балаларымен енелес келетін Жаңғара балалары іс жүзінде Құланбаймен еншілес өсіпті. Әңгімеге таңдай түсіріп, қызықты қылып айтатын Өміртай әдеті бойынша сөзді тағы да бір түспен жаңғыртты. Ежелдің ең күнінен тартып, малмен шұғылданған қазақ бірімен бірі кезге қалғанда, алдымен мал аман ба деп амандасады. Мал жерік қазақ үшін мұның ешқандай ерсілігі жоқ. Мал өсетін, бас өсетін, өркен жерде болғанмен, жердің өзі өспейтін болып жаралған. Ал аумақты жері болып, соған лайықты малы болмаса, бәрібір түптің түбінде басқаның бодан болады. Міне осыдан барып қазақ жерім де көп, елім де көп, малым да көп болса дейтін арманның жетегіне ноқталанған. Бір атадан тараған ағайынның көп жағдайда енжар болып жүретін себебі де осыдан болса керек. Біздің атамыз Байғарадан Кейкібай Қуандық, Бегімбет деген үшіл туыпты. Соның қуандығы қазақ қалмақтың итіс тартысы шапқыншылық жылдарында сауыт киіп найза көтерген, қорамсақ асынып садақ тартқан, қылыш қанды намыскер аламандардың бірі болыпты. Сол қуандықтың өзінен 11 ұл, оның үлкені Жантелден 11 ұл. Осы қалың біткен құйқа басында Байғара баласының қай-қайсысына да аздап желемік бітірді. Осы әңгіменің төңірегіне көп ерулеген себебім, сол желеміктің өзімнің де бас арқама болымсыз қабыну пайда қылған жеріне тізе бүкпекпін, деп тағы да қулана күліп, құлаш ұра жөнелді де,
ені жалпақ дәрияның арғы жағынан бойды бірақ көрсеткендей болды. Сонда естір құлақтың айызын қандырып, өзі де жалықпай шертпекші әңгімесі мынау екен. Тамыр тартқан шөптің өзін өзі құмарландырып шыққан жеріне шыққысы келе беретіні сияқты. Азаттың байғарасынан ғана емес, Құланбайынан да кісілікті кісілер көп шығыпты. Буыршынның түңкөсі мен дарасына, ертістің қара көлі мен шеңгелді қарынына сыймай жататын құла жылқысы, ақ шөбі мен изені киіздей болып шығатын көксім мен нарын қараға жаба салатын ақтылы қойы көлденең көзді көп сүріндіріпті. Бірақ байғара мен төрт қыбласын қаншама тең қойса да, қорғасын құйған сақадай салмағы басып түсетін төрттің бірі, Құлыбектің және оның мұрагерлерінің сауаты ерекше тұлға болып, бойлары жете алмапты. Әттең деп жүргенде сол Құланбайдың шекесінен шор-шор болып алтын шығыпты. Ол қиюын тауып төрт ауыз сөзден ер жасаған, ерген шекті есіктен төр жасаған, аймақты алашқа тантып атын шығарған, кенеу кеткен қазанның татын шығарған, бітуден кеткен дауды, көрсуден кеткен аразды тату қылған, Құланбайдың өтеннен шыққан қазыкенің бір тілді ұлы бықш еді. Сөйткен алтын басты бықшқа біз не көрсеттік, деп бір тоқтады Өміртай. Әңгіменің өзіне келіп тірелер жеріне жеткенін аз ойланып көзіне жас алды. Бір азаттың кіндігінен өрбіген байғара Құланбайдың бөлініп жарылар жөні жоқ еді-ау, деп ұзақ күрсінді. Пенде кәрі көкірегіне періште ұялаған тәркі шағына жеткенде, жастық шағының олпы-солпысына қарап тәубеге келетін сияқты. 30-ға ілінер-ілінбес аптық та аңғал жасым еді. Аяқты шалыс бастыратын кердең жастықтың ырыққа көнбей кететін кездері болатынын кім біліпті. Бір өзеннің жүйрік басындағы екі саланы жайлайтын аталас екі ру, екетекке түскенде жамырап қосылып, жайраңдасып қалар еді. Сөйткен ағайынның арасына бір күндері бір кірбеңдік түсті. Балапандай бауырына басқан елін қызғыштай қорғағанда, бәріне тең қарамаса, алалықтың оңай өрбейтінін сорлы басым жете түсінбепті ғой сонда. Сол бір мезгілде есепшот дейтін бір пәлені ноғай саудагерлерінен жаңа үйреніп жүрген ел, оны өмір тіршілігіне араластыра бастаған кез еді. Ортақ шығынды түтін санап бөлісіп алатын. Бір кезде есепшотты ұстап отырған байғараның бір жүйрігі, жүздік орнынан бір тасты қолының ішіне қарай тартып қалғанын, Құланбайдың бір пысығы сезіп қалып, бықышқа сыбырлай қояды. Бықыш шығындағы тасты төктіріп тастап, есепті шыт жаңа қайта жасатыпты. Қайта жасаған есептен есепшінің 100 қой қаралығы сопаң етіп түседі. Сонда байғара бір тартқанда 100-ден тартады, 100-ден тартса бізден тартады. Әр тартқанда 100-ден тартқан байғара Құланбайды қайтып жартады деп дүрсе қоя берген бақыштың өкпесі аяқ астынан қабынып шыға келді. Бақыштікі де мақұл емес шығар. Әйтеу арағайынның ақылынан табылмаған осы бір сасық тұмаудың аяғы насырға шашты. Дүлдазар екі ағайын бір-бірімізді көргенде бет жыртыспасақ та, сырттай қыжыртқанымызды қоя алмадық деп,
Өміртай сол кездерді өзі қызық санаған бір жайды баяндады. Қаңтар айының бір күні Кәрамбы Бақыш екеумізді оңаша келсін деп шақыртыпты. Барсам, Бақыш Кәрамбыға: «Ағаға 500 жылқы бітсе де, бір тай мініп қыдырмадық. Әяпаң жылына 5 ту бие сойса да, бір тал қабырға сыдырмадық» деп отыр екен. Мен: Бақыш, ағаға шағынып отыр екен десем, бір тайдың терін сұрап жалынып отыр екенсің ғой дедім. Бақыш маған көзінің астымен қарап: «Сен әкеліп берсең, алмаймын дедім бе? Шақырып келсең, бармаймын дедім бе?» деді. Қабырғам қайысып кетсе де, қайырлы жауап айтпадым. Жеке жерде кінәмдассақ, ақтарылып та қалғандай едім. Кісі алдында үлкен басымды кішірейткім келмей, сыздаған бойы аттандым. Жанымдағы жолдасымды бағана бір жаққа жіберіп қойып едім, жалғыз қайтуға тура келді. Шарбақ өткелдің мұз өткеліне жақындағанымда артымнан төпеп біреу жетті. Қарасам, Бақыштың атшысы екен. «Неге келдің?» десем, әлгінің аты тағасыз көрініп еді. «Оқыс болып жүрер, артынан баршы деген соң келдім» дейді. Бірге туғанның бірге өлгісі келетінін түсініп тұрсам да, кішірейгім келмеді. «Бақышқа сәлем айт» дедім әлгі шабарманына мұздан өтіп алған соң. «Ұлық алдына жүгініске шақыртыпты ғой. Жүгіністің әкесін кейін көреді деп айтты дедім. Осыны естіген Бақыш: «Кешейін деген екен, мына Өміртай енді от алып қопаға кірмейтін не қалды» депті. Бұрынғылар білместің мінін кешпесең, білгендігін қайсы деуші еді. Қойшы осы немені дейін десем, тағы біреулер: «Өміртай Бақыштың алдында құрша жорғалайтын болды» деп қамшылап қоймады. Сонсоң не болса ол болсын дедім де, апама да айтпастан тентегімді тиіп беріңдер деп керейдің кеңесіне салмақ салдым. Ермек табалмай даусырап отырған би төрелер Бақышты Өміртайдың аяғына жығамыз деп, білеутінің басында отырған Құланбай үстіне өйтіккізді. Кейбіреуінің өзі келді, кейбіреуінің шабарманы төбе көрсетті. Бітімді жеңілген жерден береміз деп, Құланбай мықтыларда жігіт жинап кезеңге шықты. Әр екі жақ жан аямас ашуға мінді, қан шығуға таяды. Осы лаң сауырда жатқан жәдіктің үлкені, Итеңменнің салмақты бір мықтысы, Ізбайырдың құлағына шалыныпты. 30 адаммен сауырдан шыққан Ізбайыр, құпия жүріспен суыт жүріп отырып, осы тай сойғанның қалың қарағайының ішіне ат басын тірепті. Ағайынның араздығынан жаны шошитын Байсалды кәрия ел тілегі үшін өкпесін аузына тістеп жеткені сол екен. Келе сала өзі ғана келсін деп маған кісі шаптырыпты. Ізбайырдай шал шақырса, кімнің қалшалығы қағылып кетпесін. Жаныма осы сабылдықты ертіп алып, дізгін ұшымен жеттім. Келте қайырылған сөз ұзаққа бармады. Ала көлеңке от жарығында, нақ қарсында жүгініп отырған маған Ізбайыр: «Жәу Өміртай, елге еркелегенде өстіп еркелеуші ме едің? Шешең осылай істе деді ме? Мен осылай істе дедім бе? Кім үйретті мұны саған, ә?» деп зіркілдемейсің бе келіп. Жерден үн шықсын, меннен үн шықсын. «Сөйле деймін Өміртай» деп қалш-қалш етеді. «Тақсыр, кейбір үлкендердің ақылымен» деп міңгірледім мен. Қол күймейтін ұзын көсеуді тапқан екен олар. Қайтамен қып-қызыл оттың ортасына түспей тұрғаныңда жеткен екем, ә? Тақсыр, тентекті бастан деп, танауымды тартармын тағы мен.
Тентек бақыш па сен бе? Мұны әлі тұрақтандырған ешкім жоқ. Бір ауылға унаған жігіт оза келе рулы елдің мақтанышы да бола алады. Бақыштың кейін кім боларына көзің жете ме? Әздек баланың азабын әкемен шеше тартса, ақылсыз бидің азабын ел арқаламақ. Ертең қылшығы қисаймаған ана би төрелер Құланбайдың бар малын қан талауға түсіреді де, бақышты тыр жалаңаш астыңа салып береді. Сонда таланған елдің, ашынған бақыштың алақаныңа тұра қалатынына көзің жете ме? Бүгін бақышқа үйірген қамшыңды, ертең мына отырған сабылдыққа үйірерсің. Бүрсігіні кімге? Сонда кім болдың өзің? Мұқы бар барқыны жайырға бастап көшкеннен кейінгі Жақыптың күні 12 барқы түгел тұрғанда кіші Сәменбет деп кемсінетін Тоқал қатыннан туған Есағасы Қазбекке қалғанын көрмей отырсың ба? Салқын түнде тау сыртым терге шыланған менің. Тақсыр, енді не қыл дейсің? Деуге ғана шамам келді. Қазір атыңа мінесің де, менімен бірге жүресің, деді Ізбайыр. Сонда 4 бидің бірі Құлыбектің немересі Нашынның ұлы Өміртай құп деуден асалмады. Мені ертіп күн шыға білеутінің басына жеткен Ізбайырға ел таң қалды. Ізбайыр үйге кірмей тұрып, «Бақышты шақыр» деп бұйырды. Бақыш келгенде Ізбайыр ызғарлы бейне зілді дауыспен: «Бақыш, сен тымағыңды Өміртайдың аяғына, Өміртай, сен Бақыштың аяғына таста» деп бұйырды. Сонда екеуміз де тымақтарымызды тастай салып, бірімізді біріміз құшақтап жылап жібердік. Дегенде Өміртай жастық шағын ойлады ма, Ізбайырды еске алды ма, әлде Бақышты сағынды ма? Әйтеу кеңсірігі ашып, көзіне жас келіп қалғанын жасыра алмады. Істі бітіріп, жайымен үйге кірген Ізбайыр жайланып отырған соң, өкпелескен ағайын бірін-бірі кешті, татуласып табысты. Керей кеңесі бітірерлік іс қалған жоқ. Қайта берсін деп, шабармандар арқылы би төрелер түскен үйге хабар таратты. Қайтқаннан басқа шарасы қалмаған би төрелер, ұнжырғасы түсіп, сылп еткен ауыздарынан аққан сілекейлерін сүртіп, салымдары қайтқан тайқы маңдайларын сыйпай, келген іздермен ауылдарына қайтты. Шабар жерін талғамай, сүрінгенде барып тоқтайтын жастық мұндарды қойсаңшы. Сондағы 4 бидің бірі терлеген төмпөшік, анау қарағайдың арасында сабылдық деп, Өміртай енді қуана күлміңдеді. Япырай, етіңізге ғана емес, сүйегіңізге басылған таңбадай есіңізден әлі шықпаптау. Мұндайды ұмыту аманатқа қиянат жасаған жетесіздіктің ісі. Елдің елдігі, ердің ерлігінде ғана емес, ердің мінін танытып отыратын ел қормалының барлығында деп, Өміртай тағы бір варианттың басынан түсті.